Құрметті 8 сынып оқушылары, бүгін біз квадрат теңдеуді шығару тәсілдерінің ішіндегі формула қолдану арқылы шығару тәсілін қарастырамыз. Бұл тәсіл бізде дискриминант деп аталады кейбір кітаптарда. Дискриминант тәсілі шығару үшін бірінші біз квадрат теңдеудің қалай берілу керектігін білуіміз керек. Ол ax квадрат қосу bx қосу с түрінде тең болады 0 түрінде берілген теңдеуді біз квадрат теңдеу деп атаймыз. Енді бұда біздің мақсатымыз x табу керек болғандықтан біз x-ті былай табады екенбіз. x тең болады x тең болады бөлшек және минус бөлшектің бөлімінен бастап жазайық. Ол бізде 2a болады. 2a 2 көбейту a үстінде минус b плюс минус b квадрат минус 4ac деген. Осылай x-ті біз таба алады екенбіз. Бұл x-ті табудың бізде формуласы екен. Енді осыған байланысты бір мысал келтіріп көрейік. Мысал ретінде бізде мынандай өрнек берілсін. X квадрат минус 3x минус 2 тең болсын 0-ге. Енді бұл жерден x-ті тапсақ, x тең бірінші қайсы a? Бізде a бірінші тұрған элемент, x-тің алдын x квадраттың алдындағы. b дегеніміз ол екінші тұрған минус 3 және s дегеніміз ол минус 2. Сонда x дегеніміз 2 көбейту ану a дегеніміз 1 ет. b дегеніміз минус 3 ет. Минус 3 плюс минус формула бойынша жазып жатырмын барлығын. b квадрат b дегеніміз менде минус 3-тің квадраты тең болады азайтылған 4 көбейту a дегеніміз 1-ге тең, s дегеніміз минус 2-ге тең. Енді осыны ары қарай есептесем тең болады сонда менде мынандай теңдеу шығады. Минус 3-ті минус 3-ке көбейтсем 3 болады. Бөлімінде 2. 2-ні 1-ге көбейтсем. Плюс минус бір астында 9 қосылған 8. Сонда 9-ға қосасын 4-ке минус 4-ке минус 2-ні көбейтсең плюс 8 болады. Сонда 17 шығады. Сонда менің өрнегім мынандай мәнді x-ім сонда 3 қосылған плюс минус 17 бөлінген 2. Енді кейбір кітаптарда бұндай жауап болмауы мүмкін. Онда біз жеке ашып жазайық. Сонда x1 дегеніміз бізде бірінші тұрған оң таңбалы элементі, яғни 3 қосылған бір астында 17 бөлінген 2. x2 дегеніміз 3 азайтылған 17 бөлінген 2. Сонда формуланы қолданып x1, x2-ні осылай таптық. Енді жалғастырайық, тағы бір мысал шығарып көрейік. Мысал ретінде бізде
x квадрат үш x минус 4 тең болсын 0-ге. Бұл есепті формула бойынша қалай табамыз? А дегеніміз бірінші x квадраттың алдында тұрғаны, b дегеніміз екінші тұрған элементі, міне минус 3-ке тең ол. С дегеніміз үшінші тұрған элемент минус 4-ке тең. Сонда менде x тең болады минус b дегеніміз минус 3, минус көбейту минус 3, плюс минус, бұл жерде v квадрат 9, 4 атысы деген 4 минус 4-ті көбейтесіз минус 4-ке, 2 көбейту 1. Сонда бізде жауабымыз 3 қосылған, азайтылған 25 болады екен, бөлінген 2. Сонда 3 плюс минус 5 мына жерден шығады, 25-тен 2. Енді x1-ді жазайық, оң мәні 8 бөлінген 2 бізде 4 болады, және x2-шісін жазайық, ол бізде 3 азайтылған 5 бөлінген 2 минус 1 болады. Сонда x квадрат минус 3x минус 4 дегеннің түбірі, теңдеудің түбірі 4 және минус 1 деген сандар болады екен. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.